Барлықтарыңа сәлем. Тоқта. Видеоны бастамастан бұрын өзіңе чай істеп ал. Ал енді видеоны көре берсең болады. Сен шаршадың ба? Өмірі TikTok, YouTube. Мен білем, саған не істеу керек екенін. Мен өзімнің іш пысқанда ойнайтын, өзім тексерген ойындар туралы айтып беремін. Уайымдама, кем дегенде саған бір ойын болсын ұнайды деген ойдамын. Иә, мен көптеген ойындар тарттым, әрине рекламасына қарап. Рекламасында Анджелина Джоли болып тұрса, тартқаннан кейін қарағатын болып қалатын ойындар мені шаршатты. Сіздерде уақыттарыңызды керемет ойын табамын деп құртпас үшін мен бәрін дайындап қойдым. Сіздер тек видеоның соңына дейін көрсеңіздер болды. Солай ма? Я. Да что ты, черт побери, такое несешь? Бірінші ойын бізде Flip Prank. Менің іш пысқанда көп ойнайтын ойындарымның бірі. Мен бұл ойынды қай жерден білдім десеңіздер, өмірімнен кішігірім оқиға. Мен сабақта отырдым. Менің класстасым осы ойынды ойнап жатқанын көрдім. Бір көргеннен маған осы қызық болып көрінді. Мен одан бір ойнайыншы деп сұрадым. Ол маған бергісі келмеді. Сосын мен алдым да оның басына бір ойнап айтамын. Әрине, мен жай ғана оның атын сұрадым. Маған атын айтты. Сосын ол ойынды мен үйде де, жатарда да кез келген уақытта ойнап кеттім. Осылайша мен осы ойынмен таныстым. Енді ойынға келсек, ойында 30 шақты оривен бар. Оривендерді тез өтіп тастайсыздар. Егер де оривендерді өткеннен кейін не істерлеріңізді білмесеңіздер, сіздер свободный режим ойнай аласыздар. Ол жерде сіздер қалағанша өліп, кез келген жерден секіре аласыздар. Және бұл жерде іш пыстырмайтын бір жері, әртүрлі трюктер өте көп. Сосын ойынды ойнарда интернетті өшіріп ойнаңыздар. Әйтпесе реклама. Бұл ойын сіздерге оңайлықпен жалықтырмайды. Келесі ойын бізде Райдер. Сіздер бұл жерде бір мотоциклмен трюктер істеп, очко жинап, басқа мотоциклдер ашып, түстерін ауыстырып сәндей аласыздар. Бұл ойынның мені әлі жалықтырмаған себебі, әрбір раундта карта ауысып отырады. Және сен рекорд қойған соң, сол рекордты жаңартпай қоймайсың. Және бұл ойынды ойнаған кезде көзіңді ауыртпайды. Ойынның графикасы көзге жағымды. Іш пысқан кезде таза керек ойын. Бір минустары бар. Әрине, бүкіл ойындарда болатын үлкен минус ол реклама. Бұл жерде бүкіл нәрсе рекламаға әкеп тірейді. Әйтпесе өте керемет ойын. Ойнауға совет беремін. Келесі ойын. Менің ең көп ойнайтын ойындарымның бірі ол Майнкрафтқа ұқсас ойын Terraria. Бұл ойын 2D стилінде істелінген выживание ойын. Бұл ойынды достарыңызбен ойнасаңыздар болады. Достарыңызбен бұл ойын екесе қызық болып кетеді. Бұл ойынға басында кірген кезде ештеңе түсініксіз болады. Иә, менде де ондай болған. Бірақ уақыт өте келе бұл ойын қызық бола бастайды, себебі кішігірім түсіне бастайсыздар. Және бұл жерде босстары өте көп. Бір сөзбен айтқанда ішіңіз пыспайды. Кішігірім түсіндіріп жіберейін. Бұл жерде 4 қызмет ала аласыз. Олар воин, немесе лучник, призыватель және маг. Достарыңызбен ойнап жатып бөлісіп алсаңыздар болады. Бұл жерде қару немесе материалдар деген қырғын. Мен білмейтін нәрселердің өзі қаншама. Білетіндер болса комментарийге жазып кетіңіздер. Ойынды ойнау үшін кішігірім көзіңізді үйретіп және управлениеге үйрену керек. Енді минустарына келсек, бұл ойын платный. Қорқпаңыз, видеоны өшірмей тұрыңыз. Мен ойынды тегін ойнап жүрмін. Ойынды тегін ойнаудың еш қиындығы жоқ. Google'дан тартуға тырыспаңыз. Мен тырысып көрдім. Ең оңай жолы сіз бір айға тегін Play Pass ала аласыз. Жай ғана подписаться етесіз, бір ай уақыт өткен соң подписканы отменить етесіз. Қиын ештеңесі жоқ. Бұлай үлкен минус жоқ бұл ойында. Жай ғана тартуы қиынырақ. Келесі ойын. Ал қазір мен айтайын деп жатқан ойын Flip Prankқа ұқсайды, бірақ қатты емес. Мақсаттары бір. Бұл жерде сіздер жартастың жағасынан суға секірулеріңіз керек. Сіздер сальто тастайсыздар. Егер де дәл түссеңіздер, линия кішірейе береді. Соңында вообще қиын болып кетеді. Сіздер ақша жинап, жаңа трюктер сатып ала аласыздар. Және адамдарды да ауыстырсаңыздар болады. Бұл ойынның маған ұнаған жері әдемі графика, керемет трюктер, өзіңізді секіріп жатқан сияқты сезінсеңіздер болады. Және көп орын алмайды. Минустары ебаный реклама бар. Болды ау деймін. Келесі ойын.
Келесі ойын. Ойынның аты Supreme Duelist Stickman. Иә, ойынның аты ұзақ. Скрин жасап алсаңыздар болады. Stickmanдардан осы ойын маған қаттырақ ұнады. Білесіздер ғой, Stickmanдардан ойындар өте көп. Бірақ бәрі қызық бола бермейді. Оның маған ұнаған жерлері сен бір өзің ойнасаң да болады, және досыңмен ойнасаң болады. Ойында қарулар өте көп. Кез келгенімен ойнай аласыздар. Әрбір қару пайдалы. Ешқандай да керек емес пайдасыз қару жоқ. Дұрыс, пайдалансаң кез келген қару мықты. Карталар өте көп. Әр бір карта әдемі. Ойында төбелескен рахат аласың. Көзге жағымды. Және персонаждары түсін өзгертіп, бір нәрсе кигізіп қойсаң болады. Тағы бір айтарым, бұл ойын тегін. Бірақ мен сонда да Google-дан көшіруді совет етемін. So many great candidates. I'm gonna let the finger decide. Wait. Whoa. Себебі сізде басында ешқандай қару болмайды. Бір сөзбен айтқанда қызықсыз болады. Ал Google-дан тартсаңыз сізде бәрі ашық болады. Кез келген қарумен ойнай аласыз. Ойын вообще қызық болып кетеді. Управлениясында кішкене ойнасаңыздар үйренісіп кетесіздер. Қарулардан сізге таныс қарулар көп болуы мүмкін. Мысалы, Железный человектің қолғабы, Тордың балтасы, Таныстың қолғабы, сол секілді. В общем, қызық ойын. Осымен достар, бізде видео аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті қосуды ұмытпаңыздар. Және менімен тікелей байланысқа шығу үшін менің Telegram каналыма жазсаңыздар болады. Сосын комментарийге өздеріңіздің топ ойындарыңызды жазып кетіңіздер. Оқу қызықты болады. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен болған мен Зіп. Сау болыңыздар.